Қазақстандағы ең ауқымды және ең алғашқы ақылды ресторан кезекті біздің шәкіртіміздің жұмысы. Таныс болыңыздар. Алиса, привет. Окей, поехали. Міне, осында Алла қаласа ақылды тойлар болсын. Достар, ассалаумағалейкум. Бүгін біздің шәкіртіміз, ағамыз Ермек ағаның жұмысын таныстыруға келдік. Ермек ағамыз Қазақстандағы болмаған ең алғашқы бір жоба жасады. Тақырыбы ақылды ресторан. Енді кім ойлаған? Тіпті біз өзіміз жасаған жоқпыз. Ұстаздан шәкірт озар деген бәлкім осы болар. Енді Ермек ағаның жұмысын қарап тамашалайық. Ереке, өзіңіз айтсаңыз, мына жерде біз тұрған жерде қазір қандай жүйе қойылған? Мына жерде қазір ақылды жүйе ресторанымыз полностью ақылды жүйемен басқарылады. Мына жерде қазір подсветка, да? Подсветка лестница. Бұл енді той болып жатқан кезде жаңағы жас жұбайлар осылай түсіп келе жатса, иә, соларға арналған жүйе енді. Соларға арналған, жас жұбайларға арналған. Қою қиын болмады ма? Қиын болған жоқ. Қандай Осының арқасында, сіздердің арқаңызда осындай жасап шықтық. Освещениенің бәрін пультпен де, ручной да и телефонмен де басқаруға болады. Алиса арқылы. Алиса арқылы басқаруға болады. Қазір қосып көрсетсек болады. Алиса, включи люстру. Включаю. Так, тағы сол сияқты, мына жерде тағы бір екеуін көрсетеміз ба? Иә, мысалы өшіріп қосып деген сияқты. Бұл жерден жарықтың қанша түрі бар? Люстра бар, мына төбеде тұрған жұлдыздар бар. Жұлдыздар, звезды. Звезды бар, квадрат, штор, узор. Узорлар бар, иә, подсветкалар. Подсветка бар. Алты түрлі басқаруға болады. Барлығын онда біз бірінші өшірейік. Бірінші өшірейік па? Сосын жеке-жеке қосып. Біз бұл жерде сценарий құрдық. Алиса, пока десең, полностью өшеді. Алиса, привет десең, полностью жанады. Жақсы, көрейік. Көрейік па? Алиса, пока. Окей, поехали. Бір ғана дауыспен полный ресторанны жарып сөндіріп кетуге болады. Керемет. Шығып баратқанда Алиса, пока дейсің да шығып кетесің. Бәрі өзі өшіп қалады. Келдің, ресторанға кірдің. Алиса, привет. Окей, поехали. Барлығы өзі қосылады. Керемет. Жеке-жеке қосып өшіресің, жеке-жеке де басқаруға болады. Жеке бір көрсетіп жүріңіз, мына жұлдыздар ма, звезды соны өшіріп жүрсеңіз. Алиса, выключи звезды. Окей, выключаю. Узорларды, онда жақсы сол көрінетін сияқты камерада да. Узорларды өшірейікші, мынаны, шторлы узорларды. Алиса, выключи шторы. Окей, выключаю. Керемет. Осылай әдемі жұмыс. Қиын болған жоқ па жасау, енді көбісі түсінбейді. Ойлайды Алисаны тек қана үйге жасауға, квартираға жасауға болады, қандай малый мощный заттарды басқаруға болады деп ойлайды. Енді сіз мына жерде технически қандай решение қолдандыңыз? Шит жинаудан бастап кішкене бір жұмысыңызбен таныстырып айтып жіберсеңіз. Мына шиттің бәрін нөлден бастап қолмен жинап шықтым.